Кеше әлеуметтік желіге көлі бар жылан деген оқиға желісінде әлеуметтік желіге салған болатын. Ол жаңа YouTube парақшамда көп просмотр жинады. Сонда бір 5-6 оқырманым хат жолдапты. Енді үйде көбіне уақыт бола бермейді ғой, тіршілікпен таңның атысы күннің батысы шығып кетеміз далаға, кешке келеміз, кешке шаршап келіп ұйықтап қаламыз деген сияқты. Жаңа балдарға көңіл бөлесің, сабақтарына қарайсың деген сияқты. Үйдің шаруасы тіршілік бітпейді ғой. Сол үшін шаруамен кетіп баратқанның өзінде де бір уақытты құр жоғалтпайын деп көрген білгеніңді салуға, бөлісуге тырысасың ғой. Сол себепті кеше бір шаруамен кетіп бара жатып бір салған видеом болатын. Енді кешірім сұраймын, енді естілмей жатқан болса, бір келесі алдағы уақыттарда қолым босап жатқан кезде тағы бір үйде отырып айтып берермін. Енді ақыры үйде отырған екен, бір 5-10 минут уақытымды бөлейін. Бірде бір анамыз, қартайған анамыз, енді ұлдары үйленіп кеткен, қыздар тұрмысқа шығып кеткен, ұлын ұяға, қызын қияға қондырған үлкен жастағы анамыз. Қызын қатты сағынады ғой, жаңғыз қызы болады өзі. Қызын қатты сағынып, қызына телефон шалады. Қызына телефон шалса, енді ғайыптан тайып бір нөмірден қателесіп кетеді. Ол басқа бір нөмірге телефон шалынып кетеді ғой. Ол да телефон шалған адамда қыз болып шығады. Ол қыздың да әке-шешесі жақында көлік оқиғасынан, көлік апатынан қайтыс болған. Сондай болады. Қызға телефон шағады. Алло, қызым, қалайсың деп айта бергенде ана қыз жылап жібереді ғой. Енді қыз анасын сағынып жүрген қыз болады. Сөйтіп, алло, мен сіздің қызыңыз емеспін, мен сізді танымаймын деп айтуға жүрек сынады. Содан иә анашым дейді. Содан қыз айтады ғой, анасы айтады, қызым, сен көптен бері үйге келмей кеттің, қоңырау да шалмай кеттің. Кеше пенсиямды алдым, пенсиядан тәтті жұмсақтар алып қойдым саған. Бір үйге келді, шай ішейік, әңгімелесейік. Сағындым дейді ғой. Содан қыз жылап жібереді да, әже, сіз басқа біреуге телефон шалдыңыз, мен сіздің қызыңыз емеспін дейді. Жалма-жан телефонды қойып тастайды ғой. Содан анамыз түсінбей қалады да, кішкене ойланады да, лезде кері байланысқа шығады. Қызға телефон шалады. Қызым, сен жылама, анаңды кешірерсің, мен бір нөмірден қателескен болармын. Сен анаңды сағынып жүрген болсаң, сен маған келмей-ақ қой, мен сенің үйіңе барам, сен маған мекен жайыңды айт дейді ғой. Содан қыз айтады, иә әже, онда мен сізге мекен жайымды беріп қоям, адресімді. Сіз келіңіз, мен оған дейін сіз келем дегенше шай дайындап қоям дейді ғой. Енді ана мен қыздың сағынышы ғой бұл жерде айтайын деп отқаным. Қанша ер жетіп, бой жетіп кетсе де, анаға әрқашанда біз бала боламыз ғой. Жасымыз 40-қа келсін, 50-ге келсін. Сол үшін кейбіреулер ата-ананың құрметіне құрметтей алмай, барында бағалай алмай жүрген жандар қаншама. Сол үшін жастарға айтарымыз, аналарыңыз, әкелеріңіз тірі кезде бағалай біліңіздер. Күніге бір кезек болса да қоңырау шалып, хал жағдайын сұрап, жақын жерде болса бір барып, айтайын дегенім сол ғой. Енді ата-ананы құрметтейік, қадірлейік, сыйлай білейік. Кейбіреулер ата-анасын мәңгі бірге қасында жүретіндей, өлмейтіндей көреді ғой. Бүгін бармыз, ертең жоқпыз деген сияқты 5 күн жалғанша дүниеде сіз біз десіп, сыйласып жүрейік, ата-анамызға құрмет көрсетейік.
сол айтайын дегенім.